Биылғы жылы «Бір ел, бір кітап» республикалық акция аясында белгілі драматург, жазушы Төлен Әбдіктің шығармашылығымен танысу ұсынылып отыр. Төлен Әбдік Мұхтар Әуезов жолын жалғастырған классик. Оның кітаптары әлемдік классикалық әдебиеттің таңдаулы туындыларымен пара-пар. Тамаша баяндаушы, тарих білгірі, спорт шебері, күйші, қазақ прозасында ерекше қолтаңбасы бар қаламгер 1942 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Еңбек ауылында дүниеге келген. Қазақ тілінде абыз деген ұғым бар. Ол тек осы сөздің ең жақсы мағынасында толық, нағыз көрнекті адамдарға қатысты қолданылады. Төлен Әбдік дәл осындай абыз адам. 1965 жылы Қазақ ұлттық университетін бітірген. Шығармалары 1964 жылдан жариялана бастады. Көкжиек, күзгі жапырақ, ақиқат, айтылмаған ақиқат, әңгіме, повестер жинақтарын, өлі ара, Ақшоқыда қыс қатты, парасат майданы романдарын жариялады. Әңгіме, повестері орыс тілінде Истина деген атпен шықты. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған. Халықаралық Кафка және Қазақстандағы пен-клуб сыйлықтарының лауреаты. Қаламгер Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Төлен Әбдіктің шығармалары оқырман жүрегінен орын тапты. Оның философиялық ойлары, психологиялық жағдайлары, өзекті мәселелері мен жазу стилінің ерекшеліктері оқырмандар ортасын арттырды.